Жалпы біздің бүгінгі тақырыбымыз, мақсатымыз, біз осы уақытқа дейін адамның жыныс мүшелері және одан туындайтын аурулар деп аталатын бөлімді бастадық. Сол бөлімдегі біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз жыныстық жолмен жұғатын аурулар. Бірақ одан бұрын біз алдыңғы сабақта контрацепция түрлері деген тақырыпты өттік. Сол тақырып бойынша кішкене мағлұмат беріп өтейін. Оның алдын балдар, жыныстық жолмен таралатын аурулар бүгінгі тақырып болғандықтан мен сіздерге ол қандай аурулар екенін таныстырып, оқу мақсатымен таныстырып өтейін. Ең бірінші, жыныстық жолмен таралатын аурулар СПИД, сифилис, герпес, гонорея, гепатит, В, С түріндегі аурулар және оны алдын алу шараларын бүгінгі тақырыпта қарастырамыз. Оқу мақсаты 9-2-1-5, яғни жыныстық жолмен таралатын аурулардың салдары мен алдын алу шараларын түсіндіру. Бүгін біз бұндай жыныстық жолмен жұғатын аурулардың алдын алу мақсатында не істеуіміз қажет, осы жайлы айтып өтемін. Ең бірінші үй тапсырмасын сұрау үшін әр топқа сұрақтар беріледі. Сұрақтарыңыз слайдта көрініп тұр. Бірінші топ, яғни сіздердің сұрақтарыңыз контрацепция ұғымы, контрацепция түрлері және күнтізбелік немесе температуралық әдіс дегеніміз не, осы бойынша айтасыздар, дайындалуға болады сіздерге. Екінші топтың сұрағы жүктілікке кедергі келтіретін әдістер, табиғи және физиологиялық контрацепция, контрацепцияны таңдаудың негізгі екі себебі. Екінші топ сіздердің сұрақтарыңыз. Үшінші топ гормондық әдістер, стерилизация әдісі және ерте жүктіліктің салдары. Яғни осы сұрақтарға тез арада жауап беріп, бал алуға болады. Мен қазір бағалау парағын берем. Сол бағалау парағы бойынша әрқайсымыз өзіміз жауап берген бойынша бағалаймыз. Жауап беру үшін 2 минут уақыт берейін ба дайындыққа? Жоқ, дайындарымыз бар ма? Үй тапсырмасын оқып келдім деген оқушылар болса. 2 минут уақыт берейін дайындыққа. 2 минуттан кейін тез арада жауап берейік. Ал, дайындалайық. Дайындалып айтып берейік балдар. Жауап берген оқушылардың аты жөнді бірінші тапсырмаға бал қоясың. Кәусар, жауап берген оқушылардың жауап берген оқушылардың балын қоясың. Ал дайын болса, кім бастайды? Қай топ бастайды балдар? Қай топ бастайды? Ал бірінші топ нәзір. Контрацепция ұғымы жүктіліктің алдын алу үшін қолданылатын ұғым болып саналады. Дұрыс. Келесі. Контрацепция түрлері. Кәусар. Контрацепция түрлерін біз химиялық, хирургиялық, гормоналды және табиғи әдістер деп түрге бөліп қарастырамыз. Дұрыс. Келесі. Күнтізбелік немесе температуралық әдіс. Күнтізбелік әдіс қыз баланың етеккір циклының байқалып, қаупін күнделікті есептеу. Температуралық әдіс күн сайын таңертең тұрғанда температураны өлшеу, овуляцияның уақытында анықтау. Келесі 2-3 топ толық 3 сұраққа жауап берді. Кәусар бағалап қойып, кім жауап берген? Екінші топ жүктілікке кедергі келтіретін әдістер. Кім жауап береді? Екінші топ жүктілікке кедергі келтіретін әдістер. Ал Идара. Контрацепцияның таңдаудың негізгі екі себебі бар. Біріншісі денсаулықты сақтау, жоспарланмаған жүктіліктің алдын алу, екіншісі денсаулықты сақтау. Дұрыс. Ал келесі табиғи және физиологиялық контрацепция дегеніміз не? Екінші топ. Екінші сұрақ. Контрацепция, табиғи және физиологиялық контрацепция дегеніміз не?
Табиғи әдістер арнайы құрылыссыз ағзаның табиғи циклын бақылау. Ал физиологиялық әдістер дене белгілеріне сүйену болып табылады. Яғни былайша айтқанда табиғи және физиологиялық контрацепцияның ерекшелігі бар екен, иә? Контрацепцияны таңдаудың негізгі екі себебі қандай? Ұлдар, Мәди, контрацепцияны таңдаудың негізгі екі себебі қандай мақсатта контрацепцияның таңдаудың негізгі екі себебі алуға болады? Ал Мәди. Тұрып айтасыз. Иә. Иә. Денсаулықты сақтау, сосын жыныстық ауруларды жұқтырып алмай сақтануға, дұрыс сақтанып отырады. Үшінші топ гормондық әдістерді атайды. Гормондық әдістер ал Гүлназия. Гормондық әдістер дегеніміз бізде гормондық препараттар жатады. Иә. Гормондық таблеткалар. Оны дәрігердің кеңесімен ғана қолдануымыз керек, өйткені әйел ағзасына әсері қауіпті болуы мүмкін. Дұрыс. Дұрыс. Келісеміз ба топ? Екінші сұрақ. Стерилизация әдісі. Ал Айлин. Стерилизация жүктіліктің алдын алатын хирургиялық әдіс. Ер адамдарда тұқым жолы, ал әйелдерде жатыр түтігі кесіледі. Дұрыс. Келесі. Ерте жүктіліктің салдары. Ал Фазло. Ерте жүктіліктің салдары өте көп. Солардың бірі денсаулыққа зиян. Ағза толық жетілмеген және сондықтан қиындықтар өте көп болады. Және психологиялық стресс. Оған түнде ұйықтан қорқып тұруы және стресс болады. Осыған қорытындылай келе ерте жүктіліктің салдары қиын жағдай. Сондықтан оның алдын алу өте маңызды. Дұрыс. Яғни жыныстық қатынасқа ерте кезеңнен бастап түсуге болмайды, иә? Енді балдар, тақтаға назар аударайық. Бүгінгі біздің жаңа тақырып сабақта қолданылатын терминдеріміз ең бірінші жыныстық жолмен таралатын аурулар бойынша мына терминдерді қарастырамыз. Біріншісі жұқпалы аурулар, яғни орысшалап атайтын болсақ, инфекционные заболевания деп айтылады. Неге? Себебі бізде медицинада терминдер орысша, қазақша тілінде жүреді. Екінші, алдын алу шаралары, меры профилактики деп аталады. Соз ауруы гонорея, мерез ауруы сифилис, ауру белгілері симптомы және ЖИЦ дегеніміз ол қандай ауру екен балдар? СПИД ауруы. Бұл аурулардың барлығының жұғу салдарын мен кішігірім мына слайд жасап келдім. Осы слайдтан түсіндіріп өтейін. Яғни ЖИЦ деген сөздің өзі үлкен әріптермен жазылғандықтан оның баламасын айтып өтейін. Жұқтырылған иммунитет тапшылығының синдромы ЖИЦ ауру деп аталады. Оны 1981 жылы алғаш рет тіркеген. 1983 жылы Галло мен Монтанье деген ғалымдар сипаттап берген. Қазір үш қоздырғышы бар оның. АИВ1, АИВ2, АИВ3 деп аталады. Яғни белгілі иммунитеттерді жойып отыратын үш түрлі қатерлі қауіпті ауру осы үш инфекция. Ал енді Т-лимфоцит жасушалары біздің денемізде, өздеріңіз білесіздер, 7-ші класта өткенбіз біз 7-ші сыныпта. Бізде Т-лимфоциттер дегеніміз барлық, яғни инфекцияға төтеп бере алатын иммунитеттің түрі. Сондықтан Т-лимфоцит жасушаларын жоятындықтан организмде иммундық тапшылығы не істейді? Пайда болады. Сонда бізде ЖИЦ, СПИД ауруы ешқандай иммунитетке қарамайды екен. Бүкіл адамда қандай иммунитет бар, соның барлығын жойып тастайды дағыны, адам ақыр соңында неге ұшырайды? Өлімге ұшырайды. Яғни бұның ең бірінші белгілері, СПИД жұқтырған адамдардың ең бірінші белгісі, ең алғашқы белгісі, дене температурасы көтеріледі. Лимфа түйіндері ұлғаяды. Бізде лимфа түйіндері қайда болады? Құлақтың артында, мына тамақ дейміз, кейде ангинамен ауырғанда ісінеді ғой. Қолтықтың астында және жыныс мүшесінің маңайында лимфа түйіндері ісінеді. Қан аздық байқалады. Одан кейін адам шаршап, буыны сырқырап, басы ауырады. Бұл симптомдар болатын болса, бұл әрине уже не деген сөз? Осы жыныстық ауруды жұқтырды деген сөз. Кеш байқалатын белгілер, уже мына белгілер, менде тұмау шығар, мүмкін, мен салқындап қалған шығармын деп жүре берген адам ары қарай мына симптомға өтіп кетеді.
өте қауіпті. Яғни өкпе қабынады біріншіден, екіншіден сілемейлік қабықтары қабынады, теріде жаралар пайда болуының қатерлі, яғни ісікке айналуы. Осылардың барлығы неге әкеп соқтырады балдар? Осы СПИД ауруына әкеп соқтырған. Ал енді таралу жолдары қалай таралады? Мына жерде көрінбей қапты, иә? Анасы арқылы ұрықтың даму кезінде туғанда қанмен бірге немесе емізген сүтпен бірге. Егер де анасы ЖИТС аурумен ауырған болса, СПИД аурумен ауырған болса, онда ол баласы сау болып туылатын болса, баласын ешқандай да өзінің сүтімен, яғни сүт безіндегі сүтімен емізуге болмайды. Сүтімен бірге кімге жұғады балдар? Баласына жұғады. Немесе қан арқылы да іште жатқан балаға жұғып кетуі мүмкін. Бұл өте қауіпті. Келесі, кездейсоқ жыныстық қатынас дейді. Мысалы, енді үлкен сынып болғаннан кейін айтайық, себебі біз бұны барлығын аналық, аталық жыныс мүшелерін өттік. Бұл жерде әртүрлі адамдармен жыныстық қатынас құрған адам білмейді ғой, ол ауру ма, ол сау ма, ол мынандай аурумен ауырған ба, ешкім ешнәрсе білмейді, ол адам анықталмаған, ол өзі де айтпайды, мен сонымен ауырамын деп сөйтеді дағы не істейді, сол адаммен жыныстық қатынасқа түсіп қойған жағдайда екінші адам, сап-сау адам не істейді, осы СПИД ауруын жұқтырып алады. Одан кейінгісі стерилденбеген медқұралдар, яғни медицинада, больницаларда барлық құралдардың барлығы таза болу керек. Сосын біз мынау шаштаразға барамыз ғой, маникюр, педикюр істейтін, тырнақты істеп береді. Сол кездерде өте абай болу керек. Ол жаңағы сән салондарында, салон красоты деп айтамыз, сән салондарында сол жердің барлығындағы құрал жабдықтар стерилденген болу керек. Егер де ол жақтағы құрал жабдықтарда осындай вирус табылатын болса, ол бір адамнан екінші адамға не істеп кетеді балдар? Жұғып кетеді екен. Енді келесі топтық жұмыс бергім келіп отыр. Қазір тез арада алдымызда дәптерімізге мына идеяларды, критерийлерді қамтуымыз керек. Мына арада бірінші топ сіздерге герпес, ұшық деген ауру, герпес. Екінші топ сіздерге гонорея, соз ауруы. Үшінші топ гепатит, сифилис. Яғни оның қамтылатын сұрақтары мынау. Яғни аурудың пайда болу себебі. Міне бірінші топ түсініп алыңыздар, бірінші. Аурудың пайда болу себебі қалай пайда болады? Герпес. Одан кейін аурудың белгілері қандай, аурудың алдын алу шаралары қандай, ауруды емдеу жолдары қандай. Герпес осылай жазып кете бересіздер. Екінші топ сіздердің де сұрақтарыңыз осы. Үшінші топ сіздердің де сұрақтарыңыз осы. Тез арада дәптерге орындап, өз ойыңызды айтайық. 5 минут уақыт жете ма? 5 минут уақыт берейін. Міне осы 3 ауруды талдап өтейік. Сіздерге не бердік? Гепатиттің қазақшасы сары ауру деп аталады. Б, С гепатит. Осыны талдап, көппен талдап өтеміз дағыны, осыны айтып өтеміз. Мына цифралар бар ма? Сандар. Міндеттерді айтып өтейік оқушылар. 40% нені білдіреді, мынау нені білдіреді. Бөліп қойып алсаңыздар болады. Так, екінші топ сіздерде гонорея ауруы. Гонорея ауру деген соз ауруы. Тоже әр топқа бөліп алып, мына пайыздарын нелерін айтсаңыздар болады. Жауап берген оқушылар бағалап отырайық. Одан кейін келесі бірінші топ сіздерде герпес, иә? Ұшық ауруы, герпес. Герпес ауруы. Мына жерде бар ғой, иә? Жоқ, герпес. Мына арада ғой, герпес деген жер, мынау қайсысымен нарада осыны айтып, барлығымыз осыған талдап, осы талдау жүргіземіз дағыны, сосын кейін жаңа не қыламыз. Анау 4 нәрсе, 4 сұрақ қамту керек. Бағалап отырамыз параққа ше. Ал дайын болсаңыздар айтып өтуге болады. Я, мына 4 сұрақты қамтысыңыз керек балдар. Жұмыс жасаймыз, жазып, бір-бірімізге айтып, талдаймыз, түсіндіреміз бір-бірімізге.
түсіндірейік, айтайық. Осыны қарастырайық, сосын мына жерде аурудың пайда болу себебін айтып өтеміз, содан кейін ауру белгілерін айтып өтеміз. Сосын аурудың алдын алу шараларын айтамыз. Дайын болған топ бар ма? Дайын болған топтар бар ма? Осы критерий бойынша. Ал, дайынбыз ба? Қай топ дайын? Бірінші топ бастаймыз. Төртінші сұраққа мерез ауруының пайда болу себептері. Олар жыныс мүшелерінің ауыздың, көздің, мұрынның сілемейлі қабырғасы арқылы жұғады. Әсіресе сілемейлі қабықша зақымдалса, жара жарық болса, жұғу қаупі артып отырады. Ауру белгілері жұқпа енген жерде жараның пайда болуы, бұл жара науқасты тіпті мазаламауы да мүмкін. Ол бірнеше күннен кейін, тіпті бірнеше аптадан кейін пайда болуы мүмкін. Келесі. Алдын алу шаралары. Жеке баспадан егемендіксін сақтау, кездейсоқ жыныс қатынастағы сақтану, жыныс қатынастардан сақтану. Келесі төртінші, ауруды емдеу жолдары. Бар ма айтатында? Егер ауру ағзада қатты таралып кетпеген болса, және ол аурудың алдын алуға болады, және оны емдеуге болады. Бірақ егер асқынып кеткен болса, оны емдеу мүмкін емес. Асқынып кетсе, ол қанға өтіп кетеді, иә? Екінші топ. Сіздерде гонорея, соз ауруы. Кім бастайды, Инара? Аурудың пайда болу себептері. Аурудың пайда болу себептері жыныстық қатынас арқылы жұғатын аурулар. Және сосын қалай пайда болады аурудың белгілері? Гонорея, соз ауруы. Жарайды, отырамын. Келесі ауру белгілері. Ауру белгілері. Ер адамда үрпіден басталады, денесі қызып, қышынып, несепке ірің зат араласып, кіші дәретке отырғанда ауыратын болады. Ал әйел адамдарда жатыр мойны іріңге толады, және мойыннан төмен, белден төмен іш ауру, қатты ауру байқалады. Аурудың алдын алу шаралары. Екінші топ. Аурудың алдын алу шаралары.
жеке бас гигиенасын сақтану, кездейсоқ жыныстық қатынасын сақтану және гигиеналық нормаларды сақтау. Нормаларды сақтау дұрыс. Төртінші, ауруды емдеу жолдары. Ауруды емдеу жолдары. Кейбірі ауруды адам дәрігерге тезірек шұғыл түрде қаралу керек. Дұрыс. Яғни сол симптомдарды, яғни белгілерді байқаған кезде дәрігерге міндетті түрде қаралу керек. Үшінші топтың сұрағы гепатит, сифилис, яғни мерез ауруы. Аурудың пайда болу себептері үшке бөлінеді. Бірінші ауру жұққан адамда жыныстық қарым-қатынаспен түсу. Екіншісі қан арқылы жуу, яғни медицина мен косметологияда тазаланбаған құралдар арқылы. Үшіншісі науқас анадан ішінде жатқан балаға түсуі. Дұрыс. Яғни, егер анасы босанған халде, анасы спид аурумен ауырған болса, немесе гепатит, сифилиспен ауырған болса, баласына қалай жұқтырады деп ойлайсыздар? Қан арқылы. Қан арқылы немесе сүті арқылы жұқтырады. Так, енді бағалау өтейік, жаңа топты бағалау. Келесі ауру белгілерін атап өтетін кім? Бақара, ауру белгілері. Ауру белгілер кезінде дене температурасы қызып, әлсіздік пайда болады. Дұрыс. Буындар, бауыр ауыра бастайды. Дұрыс. Ал енді аурудың алдын алу шаралары қандай? Аурудың алдын алу шаралары жеке бас гигиенасын сақтану, кездейсоқ жыныстық қатынастан сақтану. Дұрыс. Кездейсоқ жыныстық қатынастан сақтану керек. Ауруды емдеу жолдары Айлин? Жолы медицинада ұлдар урологқа барады, ал қыздар гинекологқа барады. Дұрыс. Ұлдар уролог дәрігеріне барып қаралады, қыздар гинеколог дәрігеріне барып қаралу керек. Міне сол кезде ғана жыныстық ауруларды анықтауға болады екен. Балдар, келесі топты өзара бағалау керек. Жаңа бағалау парағын бердім, кім жауап берді, кім топта жұмыс жасады. Мына топтан Кәусар бағалап өтейік, екінші топтан Инара бағалап өтейік, үшінші топтан Гүлназық бағасын беріп өтейік, соңына таяу балын айтамыз. Так, енді балдар, мен мынандай тәжірибе жасап көрсеткім келіп отыр. Қазір менің алдымда, мына үстелдің алдында, зертханалық үстелдің алдында бірнеше бір реттік қолданылатын стакандар деп айтады ғой, бір реттік қолданылатын мына құтыларға су құйдым, таза су. Оның ішінде мынарада натрий OH, яғни былайша айтқанда бұл химиялық зат болғандықтан өте абай болуымыз керек. Ішуге болмайды, ішпейміз, тек қана қолымызға ұстап тұрамыз дағыны. Бұл стақандағы суларды бір-бірімізге құямыз. Түсіндік қой, құямыз. Тек қана қазір бір 2-3 адамға айтам, сол кісілер ғана менің айтқан нәрсемді істеу керек. Қалғандарымызды қазір мен осы зертханалық жұмыстың барысын түсіндірген кезде сол жағдайды жасау керек. Қазір мен таратып шығайын бірінші. Міне. Екеуіңізге, ішінде су бар, абайлаңыздар. Міне. Екеуіңізге. Так, одан кейін. Бағара саған. Так, енді келесі, мына топта. Бесеусіздер ма, алтаусыздар ма? Таратып өтейін. Таратып жүрді. Таза су, бірақ ішуге болмайды. Мынау ше, мынау қолды күйдірет абайлыңызды, мынау перчатканы киіңізді. Болды ма мына жақта? Болды. Перчатканы киімің, мынау өте химиялық зат. Келесі. Қаншадамыз? Бесеуміз. Ал бәрін ұстап отырмыз ба? Бәрін ұстап отырсақ, енді былай жасаймыз. Құлақтарыңызға сыбырлаймын қазір. Бақара. Келесі, мына жерде. Так, Инара жерде дұрыс. Келесі тексеріп өтейін. Түсіндік қой, түсіндік қой, ал енді қолымыздағы тұрған мына құтыдағы суды бір-бірімізге құямыз. Сіз былай жүріп өтіп бәріне құйғызуыңыз мүмкін, бірақ құйдырмайтын да ішінде оқушылар бар. Түсіндіңіз ғой, ал кеттік. Бір-бірімізге стакандағы суды құяйық. Құтыдағы суды. Былай. Бір-біріне былай құяйық.
Бастайық. Бірінші топ, екінші топ, үшінші топ. Мына жаққа кіші күйіп шығасың. Суға алу керек, қыздар кішкена. Алыққандар. Кішкена су алыққандар. Құйдық па бір-бірімізге құйдық па. Енді мыналарға құйып шық. Құйдық па бір-бірімізге құяйық. Толтырмаймыз. Просто жартылай болса болды. Құйып шықтық. Мына жаққа құйдық па? Мынаның бәріне құйып шығайық. Көптеу құя бер. Болдық па? Мына жаққа құйылдық па? Құйып шығайық. Болды ғой, е? Болған болса. Енді мен жасаған тәжірибемді істеп болғаннан кейін барып түсіндіріп өтейін. Бірақ алдында айттым, қандай тәжірибе істеп жатқанмын. Бұл тәжірибе негізі құпия тәжірибе болды. Неге? Бұл тәжірибені бастамас бұрын біз стақандардың бір-біріне не құйып шықтық? Су құйып шықтық. Тек біреуінде ғана балдар, натрий OH ерітіндісі болды. Ол оқушыға қолғап кигізіп қойдық, себебі бұл өте қолды күйдіретін зат, сондықтан абай болайық. Одан кейін менің қолымда қазір фенилфталанин деп аталатын зат бар. Мен қазір барлығыңыздың стакандарыңызға осыны тамызып шығамын. Сонда байқаймыз, жыныстық аурулар кімдерге жұқты, кімдерге жұққан жоқ. Көрдік па? Мына жерде көрсетіп тұр. Бір стақанға маркермен О деп әріпімен берілген оқушы бар ма? Ұстамдылықты білдіреді, ұстамды, өте тәртіпті, ешқандай бір жаңағы деп айтсақ болады, енді тәртіпті оқушы, е? Ал ДН дегеніміз дара некелікті білдіреді. Дара некелік дегеніміз бір некеде ғана өмір сүріп жатқан адамдар. Ал енді мына жерде И дегеніміз И әріпімен, ол инфекция. Енді байқайық, кім инфекция жұқтырды? Ал тамызамын. Балдар тамызайық, міне, қазір көрсетіп тамызам. Қызарды ма? Жұқтырған? Келесі, тамызайық. Жұқтырған? Келесі. Жұқтырған? Келесі. Жұқтырған? Келесі. Өзгерді ма түсі? Бақара бізде ұстамды азаматша екенін білдірді. Келесі екінші топ. Көрейік, екінші топтан кім жұқтырды? Келесі. Өзгерді ма? Өзгерді. Түсі және өзгерді. Яғни ауруды жұқтырып алған оқушылар, яғни адамдар белгілі болып тұр бұл жерде, е? Келесі. Өзгерді ма? Өзгерді. Өзгерді ма? Өзгерген жоқ. ДН дегеніміз не балдар бізде? Дара некелік. Тек қана бір адаммен ғана некеде болу керек деген сөзді білдіріп тұр. Тағы да тамызайық. Өзгерді ма? Өзгерген жоқ. Міне дара некелік. Дара некеде тұратын адамдар бір-біріне жыныстық ауруларды не қылмайды? Жұқтырмайды. Сондықтан ол адамдарда жыныстық қатынасқа басқа адамдармен түсуге болмайды. Келесі. Өзгерді ма? Өзгерді. Келесі. Өзгерді ма? Өзгерді. Міне балдар, бұл жерден нені байқауға болады? Бірінші топ, өз ойларыңызды айтыңыздаршы. Бұл тәжірибеден нені байқадыңыздар? Нені көрсеттік біз? Кім айтады? Өз ойын. Немесе екінші топтан айтатын оқушылар болса. Нені байқадық бұл тәжірибеде? Ал, Гүлназ, басқашы. Бұл тәжірибеде нені байқадық? Нені айтқымыз келді?
Бұл жерде бізде таза су болды. Иә. Таза суға инфекция келіп құйылды. Қан инфекцияны көрсетіп жіберейік. Міне. Қара қолғап киіп отыр. Инфекция, яғни инфекция жұқтырылды. Сөйтіп Солайынша екеуі араласқаннан кейін сол инфекция болмаған адамда да инфекция болды. көрдіңіздер ма? Бір адам қанша адамға не таратып отыр? Инфекция таратып отыр. Бұл жерде тек қана ұстамды азаматша Бахара, одан кейін дара некеде тұрып жатқан Нәзік, дара некедегі Жаннұр ғана бұл ауруды жұқтырған жоқ. Сонда бұл нені білдіреді балдар? Жыныстық қатынасқа әртүрлі адамдармен түсуге болмайды. Себебі олардың біреуі осында инфекция таратушысы болуы мүмкін. Көрдік па? Түсіндік па бұл тақырыпты? Енді келесі балдар, мен мынандай тапсырма бергім келіп тұр. Осы сабақты қорытындылау мақсатында. Міне, жауаптар, тапсырмалар шындық па, жалған ба? Мен қазір мынадай тапсырма берем. Жауабы менде бар, жаңа біршама көрдіңіздер. Тез арада жеке-жеке таратамдағыны қаламсаппен өздеріңіз мынаның қасына шындық жалған екенін белгілейсіздер. Түсіндік қой, сосын бір-бірімізден ауысып тексереміз. Қазір осы стакандарды жинап аламын. Жетті ма? Бұл да бағаланады. Гүлназық тобыңды бағалап отыр. Апай, үшінші тапсырманы бағалаймыз ба? Иә, үшінші тапсырманы. Жаңа нені жасадық қой біз эксперимент, оны да бағалаймыз. Бәрі қатысты ғой, экспериментке. Экспериментке бәрі қатысты. Бұл балдар өте өзекті тақырып, осы заманның деп айтамыз ба? Сондықтан біз бұл тақырыптарды мектеп қабырғасында білуіміз керек. Себебі қазір жыныстық жолмен таралатын аурулар өте көбейіп кетті. Ерте жүктілік деген нәрселер. Қыздар орындап болсақ, қол көтереміз, одан кейін тексереміз. Al bolgan bolsa
жетістің емі жоқ, шындық па жалған ба деген белгіні қою керек. ЖЖБИ, яғни ескі тұтқалары, яғни жетісті жұқтыратын ескі тұтқалар су бұрқағынан су ішу, қоғамдық бассейндерде жүзу арқылы жұғады ма дейді. Осыған да шындық па жалған ба таңбасын қою керек. Одан кейін ЖЖБИ-дан, яғни емделгеннен кейін, жетістен емделгеннен кейін де қайтадан жұқтыру мүмкіндігі бар ма? Туылмаған нәресте жатыр ішінде мерез ауруына ұшырауы мүмкін бе? Туылмаған нәресте жатыр ішінде гепатит вирусын жұқтыру мүмкін емес, бірақ туылу кезінде туу жолдары арқылы жұқтыру мүмкін бе? Гонорея уақытында емделмеген науқас бедеу болып қалуы мүмкін бе? ЖЖБИ-дің ішінде, жетіс ауру ғой енді, ішінде мерез ең ежелгілерінің бірі болып есептеледі ме? Мүше қапты қолдану адамды ЖЖБИ-дің көптеген түрінен қорғайды ма? Бірақ тиімділігі 100% емес. Кейбір ЖЖБИ-дің қоздырғыштары болашақта уақыт өте келе емдеуге келмей қалуы мүмкін бе? Және Б және С гепатиттердің қоздырғышы бауырды зақымдайтын бактерия ма? ЖЖБ-мен ауырмаған дені сау екі адам тек бір-бірімен ғана қатынаста болса, болашақта да ЖЖБИ-ді жұқтыру мүмкін емес. Гепатитке қарсы вакцина алған адам жыныстық жолмен берілетін гепатит түрлеріне де өз ағзасының қарсы тұра алатынына сенімді бола алады ма? Жауап беріп болдық па? Жауап беріп болдық па? Енді ауысамыз бәріміз. Парақтарымызбен ауысайық. Бір-бірімізбен ауысайық. Бірінші топ ауысып қойды. Екінші топ Инара, бақыланшы ауысып тұрсын парақтарын бір-бірімізбен. Бір-бірінің парақтарын ауыстырамыз. Кестес болайықтарының парақтарымызды ауыстырайық. Осы 12 сұраққа жалған шындық деп белгілеп жауап беруге тырысайық. Келесі, үшінші топ ауыстырдық па? Ауыстырайық. Белгілеп болдық па, Гүлназ? Белгілеп болсақ, ауыстырайық парақтарымызды, жөнімізді жазып, ауыстырып қойдық. Енді жауабын ашайын, балалар. Жауабын ашайын. Енді тексереміз. Жауабымен тексереміз. Міне, жауаптар мынау. Тез тексеріп өтейік. Кім қанша балл алды? 12-ден кім қанша балл алды? 12 сұрақтан. Біріншісі шындық, екіншісі шындық, үшінші жауабы шындық, төртінші жауабы шындық, бесінші жауабы жалған, кез келген қатынас арқылы жұға береді. Шындық, алтыншы жауабы, жетінші жауабы жалған, гепатит вирусы плацентадан өте алады. Сегізінші сұрақ шындық, 9 шындық, 10-шы сұрақ шындық, 11-шы сұрақ шындық, 12-шы сұрақ жалған. Гепатит Б және С мен қоздырғышы бауырды зақымдайтын вирус. Себебі вирус Б, С гепатиті бауырда жүреді. Енді балын санайық, сөйтіп жазып қойайық. Кәусар, өз тобыңда балыңды жазып қой, Инара, Гүлназық балдарын жазып қойып, тексер. Балын жазып қойып. Болды па, қанша бала? Жазды балын, қанша? 9 балл. Балын төбесі жоғарысына жазайық, 9 балл деп. 9 болса 9 балл, 10 балл болса 10 балл. Жоқ, біразы дұрыс қой, біразы қалай жұғады, қалай жұқпайды, ау. Мына жерге балын төрінші тапсырма солай. Нараға балын жазып өтейік. Кім қанша балл жинады? Балын жазып өтейік бағалау парағына. Балын жазып өтейік, кім қанша балл жинады? Үшінші топ балын жазып өтейік. Кім қанша балл жинады? Оны қазір білім класқа қоямыз, бағалаймыз.
Енді балдар қорытындылап өтейік. Ең бірінші қорытындылап өтейік. Қорытындылап өтетін болсақ, балы бойынша оқушылар балымызды қазір маған өткіземіз, иә. Енді рефлексия алып өтейін балдар. Мен түсіндім, мен үйрендім, маған ұнады, мен қиналдым, менің көңіл күйім деген сияқты осы рефлексияға жауап жазамыз, иә, алдымыздағы қағазға жауап жазып маған өткіземіз. Бүгінгі сабақ ұнады ма? Бірінші топ не түсіндік? Бір ауыз айтып кетсеңіздер. Не түсіндік бүгінгі сабақта? Нәзік. Қандай тақырып өттік? Не түсіндік? Мен бүгінгі сабақта жыныс ауруы туралы түсіндім. Ол қалай басқа адамдарға инфекция жұқтырады немесе жұқтырмайды деген секілді. Тәжірибені анықтадық, иә. Дұрыс. Ал екінші топтан Айша, екінші топтан не түсіндік біз бүгінгі тақырыптан? Жыныстық қатынас арқылы жұғатын аурулар туралы түсіндік, және олардың алдын алу жолдарын туралы білдік. Иә, тәжірибе жасау арқылы. Үшінші топтан Көркем. Не түсіндік біз бүгінгі тақырыптан? Параққа сосын жазасыздар ойларыңызды. Ал. Бүгінгі сабақта жыныс арқылы таралатын инфекциялар туралы білдік. Жыныстық жолмен таралатын инфекцияларды білдік. Тәжірибеден нені көрдік? Нені көрдік? Нені байқадық тәжірибеден? Инфекция арқылы таралған. Иә. Сау адамдарға инфекция қалай таралатынын байқадық. Міне көрдік қой, балдар, тәжірибеден, иә. Сол себептен мен қорытындылап өтейін, балдар, отыра ғой. Көркем. Сол себептен мен қорытындылап өтейін. Жалпы бізде ең қауіпті ауру, балдар, жыныстық қатынас арқылы жұғатын аурулар екен. Сондықтан әрқайсымыз өзіміздің денсаулығымыз өзімізге маңызды. Сондықтан бұндай аурулардан аулақ жүру үшін жаңағы тәртіптерді не істеп отыруымыз керек, сақтап отыруымыз керек. Жақсы, сабақ аяқталды. Сау болыңыздар. Үйге осы тақырыпты оқып келеміз. Жыныстық жолмен берілетін аурулар.